Қиярды күнде жеудің 5 пайдасы. Қияр арзан көкөністердің бірі. Кез келген салаттың нәрін келтіріп, тамаққа қосуға болады. Құр жеуге де ыңғайлы. Мамандардың айтуынша, қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатынын көрінеді. Ендеше мамандардың айтып жүрген кеңестерін қиярды күнде жеудің 5 пайдасына тоқталайық. Ағзаға ылғал береді. Адам ағзасына судың аса қажет екенін айтпасақ та түсінікті. Әсіресе күн ыстық күндері ағза қатты шүлкірейді. Ал қиярдың өзі 97% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп, ағзаға ылғал еркін толтыруға болады. Оның үстіне қиярдағы микроэлементтер тері мен бет әлпетке ылғал мен нәр береді. Қияр қатерлі ісіктің алдын алады. Қиярдың құрамындағы лигнан мен полифенол сынды заттар қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергісін келтіреді. Әсіресе әйел адамдар болатын қатерлі ісіктің бетін қайтарады. Сүйекті берік етеді. Қиярда К дәрумені мол. Бұл витамин кальцийдің ағзаға сіңуіне көмектеседі. Содан сүйек берік болмақ. Сыну, шытынау, остеопороздан аман болады. К дәруменінің тағы бір жақсы қасиеті қарт адамның миына жағымды әсер етеді. Мидың белсенді етуіне көмектеседі. Қияр ағзаны тазалайды. Қияр ішекті тазалап, жұмысын жақсартуға көмектеседі. Қиярдың құрамындағы эритроцин ферменті ақуызды қорытуға септігін тигізеді. Әсіресе етті қорытуға пайдалы деген сөз. Қиярдың тағы бір пайдасы күйзелісті жоқ қылады. Қияр В тобындағы дәрумендердің нағыз қоры. Бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына пайдалы. Психиканың дұрысталып, ой белсенділігін жақсартады. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен болатын әрқашанда пайдалы кеңестер бір арнасы.